Сәлем достар, сендермен бірге мен бүгін Адай KZ. Бүгінгі видеода біз қалай значок пен шапканы оңай жасау жолын үйрететін боламыз. Ендеше біз видеоға кетті. Міне достар, бүгінгі видеода біз бана айтқандай значок пен шапканы жасаудың оңай жолын үйретемін. Ол үшін бізге Panzoid деген сайт керек болады. Ендеше біз осы үш сүненің ортасындағы кіреміз. Ендеше міне достар, осындай шығады. Мұнда өзіңіз қалаған бір фоныңызды аласыз. Мысалы мынаны аласыз. Мысалы шапка жасағыңыз келсе, бүйтесіз. Бірінші бас X деген кіріп алыңыз. Мына ақтарды кетіру үшін бұл жердегі ақтарды бас X деген кіресіз. Бас X. Сосын YouTube Zoom банали деген кіресіз. Міне осындай болып шығады. Міне текст плюс images деп тұрады. Сода кіргенде мұнда Panzoid деген жазуды кетіріп, өзіміз мысалы мен Адай KZ деп жазамын қазір. Міне aday.kz. Міне өзі соғынан кейін қалаған шрифтті өзгерте аласыз. Міне астында неше түрлі шрифт бар. Мысалы мынаған немесе мынаған, өзіңіз қалаған мынаған. Осылай достар, ендеше бүгінгі видеода осы мен көрсеткім келгенім. Бүгінгі видео қысқа болды, бірақ біз үйрендік. Міне достар, осы міне мысалы қалаған шрифтті өзгертесіздер. Бүгінгі видео қысқа болды, бірақ та біз Panzoid'тан шапка значок жасаудың жолын үйрендік. Ендеше біз осы видеоны аяқтаймыз. Видео ұнаса әдеттегідей лайк басыңыздар, ұнамаса да лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, видеоның астына жақсы комментариялар жазыңыздар. Ал ендеше достар, сау